Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Müslüman bауырлар, негізі айтылатын мәселе көп. Дегенмен негізгі көптеген бір мәселелердің бірі осы көкейімізде жүрген сондай бір қызық жайттардың бірі, жігіттер. Мысалы, адамның дін ұстануы және оның жүріс-тұрысының арасындағы кішкентай айырмашылықтарға тоқталғым келеді. Өздеріңіз байқап көріңіздерші, Алла тағала адамға білім беру арқылы былай ойлайсыз, хидаят береді дейсіз, дұрыс па? Білім ізденген адам, білім алған адам сондай бір жақсылыққа жетеді. Білімді адам соншалықты бір ұлыққа жетеді деп ойлайсыздар. Енді ол бір қарағанда ғой. Екінші жағынан тағы да намаз оқып, оразасынан нәпіл оразаларды қосып, нәпіл намаздарды көбейтіп жүрген, яғни діни жол жоралғылар жасап жүрген адамды да ойлайсыз, тақуа болды деп. Бірақ сол шекарасы бар ма екен дейсіз. Себебі байқайсыздар ма өздеріңіз? Осы дін ұстанып жүрген кейбір жігіттер бірінші намаз оқып жүрген кезінде қандай еді? Және кейін намазды қаттырақ оқығаннан кейін қандай болды? Бірінші еш нәрсені білмеген кезде қандай еді? Кейіншелік келе білім кішкентай ізденгенде қандай болды? Мысал, көшеде дейік, бір намаз оқымайтын адамды көрді. Немесе тіпті арақ ішкен адамды көрді. Не дейді? Бірінші намаз оқып, ең бірінші сол білімді де әлі дәмін татпай жүрген кезінде оған кәдімгі қарапайым көрінетін. Көреді, дұрыс емес жасап жатыр, болды, кетеді. Намаз оқымай жүрген адамды көреді, намаз оқымай жүр ғой, болды дейді, кетеді. Ал енді ол адам дейік намазда көбірек оқи бастады, білімін ізденіп көбірек іздей бастады. Қалай өзгереді? Анау намазхан емес адамды көрсе, немесе манағы арақ ішіп жүрген адамды көрсе, аузу билля дейді. Қараңызшы, кәдімгідей осылай қылып айтады да, қорқынышпен, бір жиіркенішпен айтады. Енді қараңыз, Иблистің мысалын келтірейікші. Иблис, алейхилана, адамды жаратам дегенде не деді? Әна хайрун минху деді. Мен одан абзалмын деді. Дұрыс па? Яғни бұл Иблистің ісі да. Сіз намаз оқып жүрсеңіз, мен анау адамнан абзалмын деп көрсеңіз, сіз кім болғаныңыз? Яғни екінші бір адамды төмен санау, екінші бір адамды менсінбеу, астағфиралла, бұл біздің сәләф салихтарымыздың, көнекөз сахабалардың ісінен емес.